кукурузный печенье с вареной сгущенкой дайындаймыз. Ол үшін бізге сары май, крахмал, ұн, разрыхитель, жұмыртқаның сарысы, қант және ақуыз қажет болады. Ең алдымен сары май мен қантты жақсылап миксермен араластырып аламыз. Содан кейін жұмыртқаның сарысын саламыз да араластырамыз. Енді кукурузный крахмалға разрыхитель салып араластырамыз. Содан кейін барлық массаны біріктіріп тағы да араластырып аламыз. Содан кейін ұн саламыз. Ұнды екі бөлікке бөліп араластырып аламыз. Енді мұқият тыңдаңыздар. Осы қамырға біз ақуыздың жартысын ғана саламыз. Жартысын салып, қамыр еленетіндей елеп көреміз. Егер қамыр еленіп жатса, онда қалған ақуызды салмаймыз. Дайын болған қамырды тындырып қойсаңыздар да болады, жарты сағат немесе жұмыс істей берсеңіздер де болады. Оны сеуіп, енді 1 сантиметрдей болғанша жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жібермеңіздер. Енді қамырдың үстінен дөңгелеп кесіп аламыз. Менде арнайы выемка шеттері ерекелік, бұл міндетті емес. Диаметрі 8 сантиметр. Кесілген артық қамырды жинап аламыз. Кесіп алған печеньені пештің табасына саламыз. Силиконовый лопатаның көмегімен табаға саламыз. Қолмен алатын болсаңыздар, шеттерін бұзып аласыздар. Және пішіндері әртүрлі болып, бір-бірлеріне келмей қалады. Енді қалған қамырды қайтадан біріктіріп елейміз де, тура сол процесті қайталаймыз. Ұнды көп сеппей жайып алуға тырысамыз. Печеньені 180 градуста 10-12 минут пісіреміз. Осындай болып пісіп шығады. Печеньені суытамыз. Салмасына натуральный сгущенка аламыз. Тек натуральный ғана алыңыздар, өйткені растительный вареный сгущенка ол сұйық болып келеді. Енді вареный сгущенканы печеньеға айналдырып жағып шығамыз. Видеодағыдай екінші печеньемен біріктіреміз. Печеньелер дайын болды. Енді үстінен сахарный пудра сеуіп шығамыз. Содан кейін үстіне какаода сепсе болады, бірақ көп сеппейміз. Аз-аздан себеміз. Печеньені 4 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, ерекше печенье болып шығады.